Сәлем достар, мен YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен ерекше үй жағдайында жасалатын, үйдегі бар заттардан құралатын осындай ерекше дөңгелекше нандардың рецептімен бөлісейін деп тұрмын. Ол үшін бізге міне жарты литр суды ыдысымызға бірінші құйып аламыз. Сосын шай қасықпен 1,5 қасықтай тұзымызды салып, араластырып аламыз. Араластырып алғаннан кейін бізге осындай ұнымызды дайындап алдық. Ұнымызды саламыз осылай. 2 стакан салғаннан кейін осы ұнның үстіне біз шай қасықпен осылай 1,5 қасықтай дрожжымызды саламыз, аштығымызды. Енді осының үстіне қайтадан 1 стакан ұнымызды салып, осы қамырды ашытуды бастаймыз. Міне, өздеріңіз көз мөлшерімен мынау судың барлығы ұнымызды сіңіріп алғанша қамырды сала отырып, ақырын осылай дайындайсыздар. Тез ашиды. Біріншіден уақыттарыңызды алмайды, тез ашытылады. Екіншіден ашығанда да 1 сағаттың көлемінде дайын болады, көтеріліп әдемі. Сол кезде формамызға салып пешімізге пісіріп алатын боламыз. Дәмі деген өте әдемі болады. Жұмыртқаны да, қантты да қажет етпейді. Міндетті түрде достар жасап көріңіздер. Менің каналымда тез, оңай жасалатын рецепттер өте көп. Бауырсақтың түрлері, пирогтардың түрлері, дастарханға қойылатын әдемі тәттілер. Міне осылай ұнды сіңіріп алғанша ақырын сала отырып, осылай нанымызды тез әрі жылдам ашытамыз. Менің көрермендерім сұрап жатыр екен, қызым қай жақтансың деп. Қостанай облысы Рудный қаласында тұрамын. Негізгі туған жерім Жангелдинский район, Мелисай деген ауылда дүниеге келгенмін. Осымен 2-3 кісі сұрады, сосын айтып жатырмын. Міне достар, қамырымызды жұмсақ қылдып осылай ашыттық. Енді бізге осындай ас қасықпен 1-2 қасықтай көз жобасымен аздап сұйық майымызды құямыз. Ол сұйық майымыз әдемі көтерілуіне, нанымыздың жұмсақ болуына, жабыспауына жақсы әсер етеді. Сондықтан міне, енді сұйық майымызды құйғаннан кейін осылай қолымызбен басып жібереміз. Нанымыздың ортасына дейін әдемі болып көтеріліп, әдемі болып піседі. Міндетті түрде достар, қыз-келіншектер жасап көріңіздер. Көлемінде әдемі болып көтеріледі. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыз. Достар, міне, менде нанымыз осылай әдемі болып көтеріліп ашып тұр. 1 сағаттың ішінде әдемі болып көтерілді. Енді ақырын басып, қолымызды майлап алып, осылай табамызға салатын боламыз, бөліп. Ашытылуын жаңа көрдіңіздер, оңай. Үйдегі бар заттардан осындай әдемі нанымызды үйден де пісіріп алсақ болады. Енді осындай 5 бөлікке бөліп аламын нанымызды. Осылай қойып шығамын. Осылай салып аламыз. Бірінші нанымыз кішкене үлкенірек болып кетті деймін. Енді қазір көтерілгенде бұл бәрі үлкейеді.
үлкендеуін ортаға қойып жейін. Не, осылай салып аласыздар. Енді осылай орналастырып алғаннан кейін мен енді жұмыртқаның сарысын алдым. Қазір бетіне жағып шығам. Міне достар, табамызға салып алғаннан кейін осылай пышақпен өздеріңізге қалай ыңғайлы, енді шанышқымен тесеңіздер де болады. Осылай бөліп жіберсеңіздер, нанымыз әдемі болады. Енді бұл енді сәндік үшін, піскенде әдемі болып көрініп тұру үшін, енді өздеріңізге қалай ыңғайлы көресіздер. Міне достар, мен барлық нанымызға жұмыртқамыздың сарысын жағып, бір жұмыртқамыздың сарысы жеткілікті болды. Және аздап күнжіт сеуіп жүрдім. Енді кішкене 5 минутқа қоя тұрамыз. Кішкене көтерілгенде 180 градуста пешімізге пісіріп алатын боламыз, беті қызарғанша. Ортасы барлығы көтеріліп бір-біріне жабысқаннан кейін мен осылай бөліп жіберіп жатырмын. Осындай жұмсақ әдемі нанды сіздер де үйден жасап көріңіздер. Жеке-жеке көрсетейін достар. Ортасының асты міне осылай әдемі болып піскен, енді ыстық болып тұр. Қазір мен осыларды суытып алам. Суығаннан кейін ортасын тіліп, қалай шыққан міндетті түрде көрсететін болам. Видеоны соңына дейін қараңыз. Міне мен сүйікті көрермендерім, осындай әдемі, жұмсақ, үйдегі бар заттардан жасалатын су, тұз, ашытқы ғана қажет ететін кереметтей нанымызды осындай пешімізде пісіріп алдық. Міне суығанын күттік жаңа. Міне өте жұмсақ, әдемі болып піскен. Достар, міне біреуін алдым. Енді ортасынан тіліп сіздерге көрсетейін. Еті жұмсақ, күшті болып тұр. Міне достар, осындай кереметтей жұмсақ нанды үйден сіздер де жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Менің каналымда тез әрі жылдам жасалатын тағамдар, үй жағдайында дайын болатын, қонақ тез келгенде жасай қоятындай тағамдар өте көп. Сондықтан каналға тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Сау болыңыздар.